саламатсыздар ма? Сабағымыздың тақырыбы акробатика және гимнастикалық жаттығулар. Акробатика жаттығуларға не жатады? Білесіңдер ме? Кім айтады? Алмау емес, алдыға артқа домалау, жауырынға тұру, көпірше жасау, тепе-теңді сақтау жаттығулары. Бүгін сол жаттығуларды үйренеміз. Түсінікті ғой? Қазір дене қыздыру жаттығуларын жасаймыз. Дүр, тел, оқ-ға. Ерек, тұр. Сол-ға. Ерек, тұр. Оқ-ға. Үш круг, еркін жүгіреміз. Баста. Жүру жаттығуларын бастаймыз. Қол жоғарыда, аяқтың ұшымен қол тіке ұстаймыз. Жүру жаттығын бастаймыз. Шеңбер жасаймыз. Жалпы дене қыздыру жаттығулары бір орында жасалады. Аралаш сақтаймыз. Баста. Қол белде. Қол белде баста айналдырамыз. 1, 2, 3, 4. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не еді? Гимнастика. Гимнастика, акробатикалық жаттығулар. Бұл жерде бүгін үйренетін жаттығуларымыз мына бірінші жаттығу. Артқа домалау. Бұл жерде суретте көріп тұр ғой, барлығына. Мына бастапқыға алып, артқа домалаған кезде тізеден ұстайсың, артқа қарай құлайсың. Мына қолмен көмектесеміз тұрып атқан кезде. Қолмен егер қазір өзім көрсетіп, тұрып болғаннан кейін қолды тіреп, орнымыздан тұрып кетеміз. Түсінікті ғой? Мына алдыға домалау. Алдыға домалау. Қолды тіреміз. Қол, аяқ, үшеу бір төшкіде болу. Қол тірелген кезде. Мына алды қарай домалады. Тұрып атқан кезде мына қолмен көмек беріледі бұл жерде де. Сосын тұрып. Оны тұрып атқан кезде тізені қолмен ұстаймыз. Түсінікті ғой? Одан кейін істейтін жаттығуымыз жауырынға тұру. Көрініп тұр ма? Жауырынға тұру. Арқаға жатамыз. Шынтақты жерге тірейміз. Қолды бүйірге қоямыз. Бүйірге қойып, аяқты тікесінен не істейміз? Жоғары көтереміз. Түсінікті ғой? Үшінші жаттығуымыз. Бүгінгі үйренетін жаттығуларымыз осы үш жаттығу. Артқа домалау, алдыға домалау, жауырынға тұру. Қазір сынып екі топқа бөлінеміз, қыздар балдар болып. Сосын ауысып отырамыз. Түсінікті ма?
алдыға домалауды, артқа домалау, жауырынға туылып көрсетемін сендерге. Сосын солай жасай береміз. Жарай ма? Мына қолды қоямыз, алдыға домалағанда, жаңа айтқандағыдай суреттегідей бас тіреміз. Bunu tutbaratып, қолды тізеге ұстаймыз. Түсінікті ғой, артқа домалағанда дәлсін. Жайлап отырамыз. Қолды қойып. Қолмен көмек береміз денеге. Сосын тұрып көтереміз. Жауырынға тұрып. Төсенішке отырамыз, гимнастикалық. Артқа қарай жатамыз, қолды бүйірге қоямыз. Көрдіңдер ме? Аяқтың ұшын жоғары қарай тартамыз. Түсінікті ма? Түсінікті болса, сіздер өздерің қопаршысыз кезекпен сіздерің балдарға түсінікті. Güzel. Köktel. Бүгінгі сабағымыз бас бармақ әдісімен бағалаймыз. Güzel, güzel. Köktel. Yerдіңдер. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болды. Гимнастика акробатика жаттығулар. Жауырынға тұру. Бүгінгі сабағымызды бас бармақ әдісімен бағалаймыз. Сабағымыз қалай болды? Керемет. Үйде өткен жаттығулар қайталаймыз. Түсінікті ма?